Ассалаумалейкум достар, бұл Қазақ Storytime. Біз бастаймыз. Бұл оқиға ресми деректерде із-түссіз жоғалу деген құрғақ терминмен тіркелген. Бірақ менің диктофоным мен жадымда сақталған шындық мүлде басқа. Мен тәуелсіз деректі фильмдер режиссері Арман Жанұзақов Қазақстанның түкпіріндегі өркениеттен тыс қалған мекендер туралы материал жинап жүргенмін. Менің мақсатым картадан жоғалып бара жатқан ауылдардың соңғы тынысын таспаға басып алу еді. Бірақ мен тап болған жер ол картада жоқ еді, және ондағы тыныс мүлде бөлек, суық әрі үрейлі болатын. Оқиға 2023 жылдың қоңыр күзінде Шығыс Қазақстан облысының таулы аймағында басталды. Алтайдың асқақ шыңдары мен ну ормандарының арасында, шекараға жақын маңда, ескі кеңестік топографиялық карталарда Қарағайлы асу деген шағын елді мекен белгіленген екен. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, ол жаққа баратын жол 90 жылдары сел жүріп жабылып қалған. Ол жақта ешкім тұрмайды, аруақтар мекені ғой деп қолын бір сілтеген аудан орталығындағы таксист. Бірақ журналистік қызығушылық пен сенсация іздеген делебе мені сол аруақтар мекеніне тартты. Менің сенімді серігім жабдықталған Toyota Land Cruiser 70 жол талғамайтын көлігім еді. Бірақ табиғаттың дүлей күші алдында техника дәрменсіз. Қарағайлы асуға жете бергенде тау өзеннен өткел кезінде көлігім суға кетіп қозғалтқыш істен шықты. Байланыс аясынан шығып кеткеніме 2 тәулік болған. GPS навигатор істемейді. Тек компас пен ескі карта ғана қалды. Күн ұясына батып бара жатты. Таудың суық ызғары сүйектен өтіп барады. Мен ең қажетті заттарымды камера, диктофон, пышақ және аздаған азық-түлікті рюкзакқа салып жаяу жүруге бел будым. Карта бойынша ауылға дейін шамамен 10 шақырымдай жол қалған еді. Түн ортасы ауа аяғымды әрең басып келе жатқанда тұман арасынан әлсіз жарық жылт етті. Бұл оттың жарығы емес, электр шамының жарығы еді. Бұл мені таң қалдырды. Өркениеттен жырақ, жарығы жоқ деп есептелетін жерде электр қуаты қайдан жүр? Ауылға жақындағанда мені біртүрлі үрей биледі. Бұл жерде уақыт тоқтап қалғанда еді. Ескі, бірақ мықты салынған бөрене үйлер, мұржалардан шыққан түтіннің иісі және тыныштық. Өлі тыныштық. Ауыл иттерінің үргені, малдың дыбысы естілмейді. Мен шеткі үйдің қақпасын қақтым. Ешкім жауап бермеді. Екінші үйге бардым. Терезеден сығалап едім, пештің жанында отырған әйелдің сұлбасын көрдім. Ол баяу басын көтеріп маған қарады. Оның көз қарасында қорқыныш немесе таңданыс емес, бір түрлі суық қабылдау бар еді. Есік ашылды. Табалдырықта жасы 60 шамасындағы, жүзін әжім торлаған, бірақ дене бітімі тіп-тік мығым келген әйел тұрды. Оның қолында ескі шолақ мылтық, обрезан бар екенін байқап қалдым, бірақ ол оны бірден артына жасырды. Ассалаумағалейкум, апа. Мен адасып қалдым. Көлігім суға кетті дедім даусым дірілдеп. Әйел үндемеді. Ол мені бастан аяқ сүзіп шықты. Оның көздері рентген сияқты менің ішкі дүниемді ақтарып жатқандай болды. Атың кім? Деді ол ақыры, дауысы қарлығыңқы, темекі шеккен адамның даусындай. Арман, журналистпін, журналист. Ол мырс етіп күлді. Бұл күлкіде кекесім бар еді. Кір, далада қасқыр көп. Мен үйге кірдім. Іші таза, жинақы, бірақ ауасы ауыр екен. Шөп дәрілердің және ескі киімдердің иісі мүңкиді. Төрде үлкен дастархан жаюлы тұр. Дастархан басында әр түрлі жастағы 5-6 әйел отыр екен. Ең кішісі 18-20 жастарда болса, ең үлкені мені кіргізген әйел, кейін білгенімдей, осы ауылдың басшысы Зере әже еді. Олардың бәрі маған бір мезетте бұрылып қарады. Бұл көзқарастарда қонақжайлықтан гөрі сақтық пен жасырын қауіп басым еді. Мен бірден бір нәрсені байқадым. Бұл үйде, тіпті осы ауылға кіргелі бері, бірде-бір еркектің ізі, иісі, не дауысы сезілмеді. Ауылдық жерде еркектің болуы, темекінің иісі, ауыр етіктің дыбысы, техника майының ізі, бәрібір білініп тұрушы. Мұнда бәрі стерилді, таза әйелдер әлемі сияқты.
Зере әжей маған шай ұсынды. Ыстық шай мен құрт, май мені сәл де болса жылытты. Біздің ауылға соңғы 10 жылда ешкім келмеген. Арман, деді Зере әжей маған тіке қарап. Сені жел айдап келді ме, әлде әдейі іздеп келдің бе? Мен деректі фильм туралы айттым. Олар үнсіз тыңдады. Бірде-бір сұрақ қойылмады. Бұл үнсіздік мені одан сайын мазасыздандырды. Апа, дедім мен шыдамай. Ауылдарыңыз тыныш екен. Ақсақалдар, ер азаматтар қайда? Мал қарап, не аңға кеткен бе? Бұл сұрақ дастархан басындағы ауаны пышақпен кескендей тоқтатты. Жас қыз қолындағы кесені түсіріп ала жаздады. Барлығы Зере әжейге қарады. Зере әжейдің жүзі тастай қатып қалды. Еркектер, ол сөзді созып айтты. Олар бұл жерге лайық емес. Олар кеткен. Өте ұзақ сапарға кеткен. Қашан оралады? Деп сұрадым мен, ішімдегі журналистік түйсік бірдеңенің дұрыс еместігін сезіп. Ешқашан, деді Зере әжей. Оның дауысы үкім оқылғандай естілді. Бұл ауылда тек біз ғанамыз. Және сен. Түнде маған көрші бөлмеден орын салып берді. Бұл бөлме бұрын ер адамдікі болған сияқты. Қабырғада ескі аңшылық суреттер, бұғының мүйізі ілулі тұрды. Бірақ бәрі шаң басып көптен бері қол тимегендей. Мен ұйықтай алмадым. Зере әжейдің ешқашан оралмайды деген сөзі құлағымнан кетпеді. Неге? Соғыс па? Індет пе? Әлде басқа бір сұмдық сыр бар ма? Түн ортасында, шамамен сағат 3-те даладан біртүрлі дыбыстар естіле бастады. Алғашында жел шығар деп ойладым. Бірақ жақсылап құлақ түрсем, бұл күректің жерге тиген дыбысы еді. Біреу жер қазып жатыр. Түнде. Мен ақырын орнымнан тұрып терезеге жақындадым. Ай жарығымен ауланың шетінде, бақшаның түбінде екі әйелдің сұлбасын көрдім. Олар үлкен шұңқыр қазып жатты. Ал олардың жанында жерде ұзынша келген, үстіне брезент жабылған бірдеңе жатты. Көлемі адамның денесіне ұқсайды. Жүрегім тамағыма тығылды. Мен камераны алып, түнгі түсірілім режимін қостым да, терезенің саңылауынан жазуды бастым. Сол кезде Зере әжейдің айтқаны есіме түсті. Олар өте ұзақ сапарға кеткен. Ал менің қолымдағы камера объективі брезенттің астынан шығып тұрған еркектің етігін анық көрсетіп тұр еді. Таң атты. Терезеден түскен сұрғылт сәуле бөлменің шаңын көрсетіп тұрды. Мен түнімен көз ілмедім. Жастықтың астында диктофоным қосулы жатты. Түндегі күрек дыбысы, ауыр тыныс алулар және сүйретілген дененің дыбысы бәрі жазылып қалған ба? Тексеруге жүрек дауаламады. Ең бастысы, менің түнгі тыңшылық жасағанымда ешкім байқамады ма екен? Есік ақырын ашылды. Зере әжей кіріп келді. Оның қолында буланып тұрған леген су және орамал бар. Қайырлы таң, бала, деді. Даусы кешегідей суық емес, сәл жұмсақ естілгендей болды. Бірақ көзі сол баяғы жыланның көзіндей тік қарайды. Ұйқың тыныш болды ма? Ештеңе мазаламады ма? Бұл сұрақ жай сұрақ емес, тексеру еді. Мен бетімді жуып жатып, айнадан оның реакциясын бақыладым. Рахмет, апа. Өлі ұйқыға кетіппін. Таудың ауасы таза ғой, ештеңе естімедім деп өтірік айттым. Зере әжей сәл жымиды. Бірақ бұл күлкі көзіне жеткен жоқ. Дұрыс, таза ауа ұйықтатады. Кейбіреулер осы ауадан оянбай да қалады. Бұл сөздер менің арқама аяз жүгіртті. Таңғы асқа мол дастархан жайылыпты. Бауырсақ, қаймақ және үлкен табақ қуырылған еді. Кеше түнде көрген көріністен кейін брезент астындағы етік тамағымнан ас өтер емес. Ет маған адам етіндей көрініп кетті. Же, ал. Сен біздің қонағымызсың. Бүгін кешке үлкен той жасаймыз, деді дастархан басында отырған жас келіншектердің бірі. Оның аты, қателеспесем, Гүлжан болатын. Той? Кімнің тойы? Деп сұрадым мен. Күз мерекесі ғой, деп Зере әжей сөзді бөліп жіберді. Біздің ауылда ежелден келе жатқан дәстүр. Жер ананы тойлаймыз. Сенің келгенің де жақсы болды, құрметті қонақ боласың. Тамақтан соң мен ауылды аралап шығуға рұқсат сұрадым. Материал жинауым керек, дедім.
Зере әжей қарсы болмады, бірақ бір шарт қойды. Жалғыз жүрме. Ит қауіп алады. Саған Айгерім серік болады. Айгерім кеше маған шай құйып берген ең жас қыз еді. Жасы шамамен 18-19-да. Өте сұлу, бірақ жүзінде бірде-бір эмоция жоқ, балауыз мүсін сияқты қыз. Және ол мүлде сөйлемейтін. Біз ауыл көшесімен жүріп келеміз. Мен камерамды қосып үйлерді, табиғатты түсіріп жатырмын. Айгерім менен 2 қадам артта үнсіз еріп келеді. Ауыл расымен де өлі еді. Тек әйелдер жүр. Отын жарып жатқанда әйелдер, шөп тасып жүргенде әйелдер. Бір қызығы, ауылда кішкентай ұл балалар да жоқ. Тек қыздар. Айгерім, дедім мен камераны өшіріп. Шыныңды айтшы, мұнда не болып жатыр? Еркектер қайда? Айгерім селк ете қалды. Ол жан-жағына қорқақтап қарады да сұқ саусағын ерніне тигізді. Үндеме дегені. Біз ауылдың шетіне, ескі колхоздан қалған үлкен қоймаларға, склад қарай бардық. Бұл жерде техникалар тұруы керек еді. Бірақ қақпалары тат басып құлыптаулы тұр. Мен бір қойманың жанына келіп жарығынан сығалап қарадым. Іші қараңғы. Сол кезде Айгерім менің жеңімнен тартты. Ол маған бір уыс кепкен жидек ұсынды. Мен керек емес деп басымды шайқадым, бірақ ол қолымды қысып жидекті алақаныма салып жіберді. Оның алақаны терлеп тұр еді, көздері шарасынан шыға жаздаған. Мен жидектердің арасында кішкентай, бүктелген қағаз бар екенін сездім. Мен теріс айналып қағазды аштым. Онда көмірмен немесе күйген ағашпен жазылған бір ауыз сөз бар екен: қаш. Бүгін түнде сенің кезегің. Жүрегім атқақтап кетті. Демек, менің күдігім расталды. Бұл қонақжайлық емес, бұл құрбандыққа дайындық. Айгерім, дедім сыбырлап. Көлігім қайда? Оны жөндеуге бола ма? Айгерім басын шайқады. Ол қолымен тамағын орағандай белгі көрсетті. Бұл өлім деген сөз еді. Сосын ол ескі қойманың арғы жағын нұсқады. Мен сол бағытқа жүрдім. Айгерім мені тоқтатпады. Қойманың артында биік қашалған қоршау бар екен. Мен қоршаудың тесігінен ішке үңілдім. Көрген көрініс менің аяғымды жерге жабыстырып тастады. Бұл техника қоймасы емес еді. Бұл зират еді. Бірақ кәдімгі зират емес, заттар зираты. Ол жерде ондаған, бәлкім жүздеген аяқ киімдер үйіліп жатты. Еркектердің бәтеңкелері, етіктері, кроссовкалары. Оның жанында тот басқан сағаттар үйіндісі. Және куәліктер. Жерде шашылып жатқан жүргізуші куәліктері, паспорттар. Мен зумды жақындатуды қосып экраннан қарадым. Бір қызыл паспорттың мұқабасы көрінді. Оның жанында полиция қызметкерінің куәлігі жатыр. Суреттегі адам жас лейтенант. Есімі Дәулет. Фамилиясын оқи алмадым. Есіме бірден түсті. 2 ай бұрын облыстық жаңалықтардан шекара маңында учаскелік полиция қызметкері із-түзсіз жоғалды деген хабарды оқыған едім. Олар оны қасқыр жеп қойды немесе өзенге ағып кетті деп жапқан. Сөйтсем, Дәулет осында екен. Дәлірек айтсақ, оның куәлігі мен етігі осында. Ал өзі кеше түнде көмілген сол ма? Әлде басқа ма? Сен тым көп нәрсені көрдің, Арман. Бұл дауысту сыртымнан естілді. Мен селк етіп бұрылдым. Менің артымда Зере әжей тұр еді. Қайдан пайда болғаны белгісіз, дыбыссыз келген. Оның қолында ұзын сапты балта бар еді. Балтаның жүзі қан. Жоқ, ол маған шабуыл жасағалы тұрған жоқ, әзірге. Ол жаңа ғана қой сойып келген сияқты, ал жапқышы қан жоса. Бірақ оның көзқарасы балтадан да өткір еді. Мен саған айттым ғой, бала. Бұл жерде еркектер ұзақ сапарға кеткен деп. Сен олардың заттарын таптың. Енді сен де сол сапарға дайындалуың керек. Сіз оларды өлтірдіңіз бе? Дедім мен артқа шегініп. Қашуға жол жоқ, артымда қоршау. Зере әжей күлді. Қарлыққан дауыспен, қорқынышты күлгі. Өлтіру. Жоқ, біз оларды пайдаландық. Біздің ауылға қан керек. Жаңа қан. Біздің нәсіліміз үзілмеу керек. Бірақ еркектер тек ұрық шашушылар.
Олардың миссиясы біткен соң олар жерге қайтуы керек. Жер ана оларды қорек етеді. Ол маған жақындады. Сенің түрің жақсы екен. Денің сау, қаның таза көрінеді. Әйгерім саған ұнады ма? Бүгін түнде ол сенікі болады. Сен бізге ұл емес, қыз сыйлайсың деп үміттенемін. Ал таңертең сен сапарға шығасың. Мен келіспеймін. Мен қазір кетемін. Деп айқайлады мен. Сол сәтте бұрыштан тағы екі әйел шықты. Олардың қолында айыр және күрек бар еді. Олардың дене бітімі еркектен кем емес, бұлшық еттері ойнап тұр. Қашу мүмкін емес. Қарсыласпа, деді Зере әжей. Монша дайын. Бар, жуын. Тазалан, күйеу жігіт сасып тұрмау керек. Мені екі жағымнан ұстап, моншаға қарай сүйреді. Әйгерім алыста жылап тұрды. Ол маған көмектесе алмады. Моншаның есігін ашып, мені ішке итеріп жіберді. Есік сыртынан кілттенді. Бұл кәдімгі монша емес еді. Терезесі жоқ, қабырғалары тастан қаланған, түрме сияқты жер. Іште бір шам жанып тұр. Және бұрышта біреу отырды. Қол аяғы байлаулы, аузы скотчпен жабылған, үсті басы қан жоса бір еркек. Ол маған қарап көзімен көмектес деп жалынып тұрды. Мен оған жақындадым. Аузындағы скотчты жұлып алдым. Су? Деді ол қырылдап. Су берші, сен кімсің? Дедім мен су беріп жатып. Мен туристпін. Атым Сергей, мені 3 күн бұрын ұстап алды. Бауырым, бұлар адам емес, бұлар жезтырнақтар. Олар бүгін мені сояды. Сенің кезегің ертең. Сергейдің айтқаны менің төбе құйқамды шымырлатты. Демек, мен күйеу жігіт болсам, Сергей бүгінгі мерекелік астың негізгі тағамы. Кенет моншаның шатырынан дыбысы естілді. Біреу шатырды сөгіп жатыр. Жоғарыдан жіңішке арқан түсті. Және Әйгерімнің сыбырлаған даусы естілді. Арман. Тез. Жоғары шық, моншаның шатырынан түскен арқан біздің өміргеген жалғыз үмітіміз еді. Сергейдің жағдайы мүшкіл, бір аяғын баса алмайды. Оны жоғарыға сүйреп шығару нағыз азап болды. Мен оның белінен итердім, жоғарыдан Әйгерім тартып тұрды. Сергей тісіне басып, ыңырсыған дауысын шығармауға тырысты. Егер күзетші әйелдер естіп қалса, бәрі бітеді. Ақыры үшеуміз де шатырға шықтық. Түн қараңғы, бірақ ай жарығы ауылды сүттей қылып көрсетіп тұр. Ауа райы бұзылып, жел тұра бастады. Бұл бізге тиімді еді, желдің өлі біздің жүрісімізді жасырады. Біз шатырдан секіріп түсіп, ескі қораның артына жасырындық. Сергей ентігіп жерге құлады. Мен Әйгерімге қарадым. Ол дір-дір етіп тұр. Рахмет саған, қарындасым, дедім сыбырлап. Енді не істейміз? Көлікке қалай жетеміз? Әйгерім маған тура қарады. Оның көзіндегі қорқыныш сейіліп, орнына бір түрлі даналық пен мұң ұялағандай болды. Көлік жоқ, деді ол. Мен селк етіп кеттім. Оның дауысы. Ол сөйледі. Дауысы қарлығыңқы, ұзақ уақыт сөйлемеген адамның дауысы, бірақ сөздері анық. Сен сөйлей аласың ба? Мен мылқау емеспін, деді Әйгерім тез сөйлеп. Мен 5 жасымнан бері үндемеймін. Өйткені бұл ауылда шындықты айтқандардың тілін кесіп алады. Зере әжем ол менің даусымды естісе, мені де зертханаға жібереді. Зертхана? Қандай зертхана? Сергей екеуміз бірдей сұрадық. Сендер Зерені жай ғана ескішіл кемпір деп ойлайсыңдар ма? Жоқ, ол ғалым. Кеңес одағы кезінде жабық әскери биологиялық институтта жұмыс істеген. Ол бұл ауылды өз тәжірибе алаңына айналдырған. Әйгерімнің айтуынша 90 жылдары ауыл еркектерінің бәрі белгісіз аурудан қырылып қалған. Зере мұны еркек геніндегі ақау деп атаған. Ол ауруды емдеудің орнына таза, мінсіз әйелдер қоғамын құруды мақсат еткен. Ол үшін оған мықты, дені сау еркектердің генетикалық материалы, ұрығы, қаны, жілік майы қажет болған. Біздің ауылдың әйелдері олар Зеренің құлдары. Ол оларға арнайы шөп дәрілер беріп бастарын айналдырып тастаған. Олар еркектерді құрбандық деп ойлайды. Ал шын мәнінде Зере оларды бөлшектеп жертөледегі зертханасында тәжірибе жасайды.
Ол мәңгілік жастық эликсирін іздеп жүр. Менің миым ақпаратты қорыта жатты. Мистика деп ойлағаным сұмдық ғылыми қылмыс болып шықты. Біз қашуымыз керек. Қазір, дедім мен. Жай қаша алмаймыз, деді Айгерім. Ауылдың айналасы миналанған және қақпандар қойылған. Жалғыз жол Зеренің үйінің астындағы жерасты тоннелі арқылы өту. Ол тоннел ескі шахтаға алып шығады. Бірақ ол үшін біз оның үйіне кіруіміз керек. Бұл өлімге бас тігумен тең еді. Аждаханың аузына кіру. Бірақ басқа амал жоқ. Біз көлеңкемен сусып Зеренің үлкен үйіне жақындадық. Үйдің терезелері қараңғы. Барлық әйелдер мерекеге дайындалып, орталық алаңда от жағып жатқан. Барабандардың даңғыра даусы естіле бастады. Бұл бізге уақыт тұттырды. Біз үйдің артқы есігін еппен ашып ішке кірдік. Айгерім бізді кітап сөресінің артындағы жасырын есікке алып келді. Есік ашылғанда мұрныма өткір формалин мен хлордың иісі келді. Төменге жертөлеге түстік. Мұндағы көрініс менің өмірімдегі ең қорқынышты түсімнен де асып түсті. Бұл кәдімгі ауыл үйінің жертөлесі емес, заманауи, бірақ ескірген, жабдықтармен толтырылған бункер еді. Шыны колбаларда адам мүшелері сақталған. Қабырғада анатомиялық сызбалар ілулі тұр. Үстел үстінде қанға боялған скальпельдер мен шприцтер жатыр. Бір бұрышта торлар тұрды. Онда адамға ұқсамайтын мақұлықтар отыр еді. Бұлар сәтсіз тәжірибелердің нәтижесі. Шашы түскен, терісі қабышақтанған, көздері ақшыл әйелдер. Олар бізді көріп ырылдай бастады. Бұлар менің әпкелерім, деді Айгерім жылап. Зере оларды жетілмегендер деп осында қамап қойған. Мен диктофонымды қосып, қолым дірілдеп камераға түсіре бастадым. Бұл кадрлар әлемді дүр сілкіндіретіні анық. Егер тірі шықсақ. Кенет Сергей сүрініп кетіп металл үстелді құлатты. Гүрс. Дыбыс бункер ішін жаңғыртып жіберді. Бір секундтық тыныштық. Сосын жоғарыдан үй ішінен аяқ дыбыстары естілді. Жылдам, ауыр қадамдар. Кім бар онда? Зеренің дауысы. Ол дауыс зор айтқыш, громкоговоритель арқылы айтқандай қатты естілді. Қашыңдар. Тоннель анау есіктің артында. Деп айқайлады Айгерім. Біз жүгірдік. Бірақ бункердің есігі ашылып, баспалдақтан Зере мен оның ең мықты екі көмекшісі түсіп келе жатты. Зеренің қолында тапанша Макаров бар еді. Ақымақтар, деді ол көзі от шашып. Сендер менің 30 жылғы еңбегімді бұзбақсыңдар ма? Айгерім сатқын қаншық. Тарс. Оқ атылды. Оқ менің жанымнан өтіп артымдағы колбаны сындырды. Формалин сұйықтығы жерге ақтарылды. Сергей мені итеріп жіберді. Арман, Айгерімді алып кет. Мен оларды бөгеймін. Мен онсыз да жаралымын. Жоқ, Сергей, деп айқайлады мен. Сергей қолына құлаған үстелдің темір аяғын алды да Зереге қарай ұмтылды. Кетіңдер деймін. Бұл материалды халыққа жеткіз. Сергей Зеренің көмекшілерімен алысып жатқанда, мен Айгерімнің қолынан сүйреп тоннельдің аузына кірдім. Артымыздан тағы екі оқ дауысы және Сергейдің жан дауысы естілді. Жүрегім қанжылады. Мен жаңа ғана танысқан, бірақ бауыр болып кеткен жігітті тастап кеттім. Тоннель қараңғы, дымқыл және тар еді. Біз еңбектеп сүрініп алға ұмтылдық. Артымыздан иттердің үргені естілді. Зере аңшыларын жіберіпті. Бұл кәдімгі иттер емес, қасқыр мен төбеттің буданы нағыз жыртқыштар. Тоннель бітті. Біз сыртқа, таудың етегіндегі орманға шықтық. Түн жаңбыр сіркіреп тұр. Бірақ біз қауіпсіз жерде емеспіз. Орман ішінен қолшамдардың жарығы жылт-жылт етеді. Қуғыншылар біздің ізімізбен келе жатыр. Және олар жаяу емес. Олардың астында аттар бар. Айгерім менің қолымды қысты. Қасқырлар сайына қарай жүруіміз керек. Ол жақта ескі аспалы көпір бар. Егер одан өтіп арқанды кесіп жіберсек құтыламыз. Үлгереміз бе? Деді мен тігіп. Айгерім артына қарады. Иттердің дауысы жақындап қалған. Үлгеруіміз керек. Әйтпесе екеуміз де Зеренің коллекциясына айналамыз. Біз қалың орманға сүңгіп кеттік.
Артымызда өлім, алдымызда тұңғиық жаңбыр шелектеп құйып тұрды. Орман іші тас қараңғы, тек найзағай жарқ еткенде ғана алдымыздағы қисық ағаштар мен тік жарлар көрініп қалады. Біз жүгіріп келеміз. Өкпем өшіп барады, аяғым балшыққа тайып жығыла беремін. Бірақ тоқтауға болмайды. Артымызда иттердің үргені естіледі. Олар жақындап қалды. Бұл кәдімгі иттердің үргені емес, тамағынан шыққан қорқынышты ырыл. Арман, тез. Сол жаққа, деп айқайлады Айгерім менің қолымнан тартып. Біз тік беткейден сырғып түстік. Төменде құздың түбінде тау өзені гүрілдеп жатыр. Судың даусының өзі қорқынышты. Алдымызда Айгерім айтқан аспалы көпір. Көпір деуге келсе, екі жаққа тартылған шіріген арқандар мен сирек тақтайлар ғана. Жел соққанда көпір бесіктей тербеледі. Оның ұзындығы шамамен 50 метрдей, ал астында ажал ағысы. Мен бірінші өтемін, дедім мен Айгерімді алға өткізіп. Сен артымнан жүр. Төменге қарама. Біз көпірге аяқ баса бергенде орман ішінен үлкен қара көлеңке атылып шықты. Бұл Зеренің аңшы иті еді. Үлкендігі бұзаудай, көздері қып-қызыл. Ол бірден маған қарғыды. Мен тепе-теңдікті жоғалтып көпірдің арқанына жабыстым. Ит менің рюкзагымнан тістеп алды. Рюкзактың ішінде камера, диктофон, барлық дәлелдер. Жібер, деп айқайладым мен итті теуіп. Иттің жағы мықты екен, рюкзакты жұлып ала жаздады. Сол сәтте Айгерім қолына үлкен тас алып, иттің басынан періп жіберді. Ит қыңсылап төменге, өзенге құлады. Бірақ менің иығымды тырнап үлгерді. Қан аға бастады. Өт, тез өт, деді Айгерім. Біз көпірдің ортасына келгенде жардың басына аттылы әйелдер шықты. Прожекторлар жағылды. Жарық көзді қарықтырды. Тоқтаңдар, деген дауыс келді. Бұл Гүлжан еді. Оның қолында винтовка бар. Тарс. Оқ менің құлағымның түбінен ызыңдап өтіп арқанды сүйкап кетті. Олар бізді тірідей алғысы келмейді, деп айқайлады Айгерім. Арман, арқанды кес. Біз арғы бетке жеттік. Мен қалтамнан бәкімді алып, көпірдің біз жақтағы арқандарын кесе бастадым. Арқан жуан, пышақ өтпейді. Арғы беттен Гүлжан аттан түсіп көпірге жүгірді. Тоқта, ақымақ қыз. Сен бәрібір өлесің, деп айқайлады ол. Соңғы талшық үзілді. Көпірдің біз жақтағы ұшы босап төмен қарай құлдырады. Гүлжан соңғы сәтте кері секіріп үлгерді. Көпір енді жарға соғылып салбырап тұрды. Біз құтылдық. Әзірге біз орманның тереңіне сіңіп кеттік. Жардың арғы бетіндегі прожекторлар сөніп айқай-шу алыста қалды. Бір сағаттай жүрген соң мен құладым. Аяғымнан әл кетті. Иығымдағы жара сыздап барады. Тұр, Арман, аз қалды. Таң атып келеді, деді Айгерім мені сүйемелдеп. Біз қалың қарағайлы орманға кірдік. Бұл жердің ауасы басқаша еді. Сасық шірген ет пен қоқыстың иісі. Кенет мені біреу бақылап тұрғандай сезім биледі. Айгерім, дедім сыбырлап. Біз жалғыз емеспіз. Ағаштардың арасынан сұлбалар шыға бастады. Бұл әйелдер емес еді. Бұлар адамға ұқсамайтын мақұлықтар. Үстілеріне аң терісін жамылған, шаштары өсіп кеткен, қолдарында таяқ пен тас ұстаған жабайлар. Олар бізді қоршап алды. Шамамен 10 шақты адам. Мен пышағымды суырдым. Жақындама. Бірақ Айгерім мені тоқтатты. Тоқта, Арман, бұлар. Бұлар жоғалғандар. Жабайлардың біреуі жарыққа жақын келді. Оның беті әлпеті адам шошырлық. Күйген, тыртық, жара. Бірақ көздері адамныкі. Мұңлы, ақылды көздер. Ол маған емес, Айгерімге қарады. Сосын тізерлеп отырды. Басқалары да солай істеді. Олар сені таниды ма? Деп сұрадым мен таңғалып. Мен бала кезімде орманға қашып келіп, бұларға тамақ тастап кететінмін, деді Айгерім көзіне жас алып. Бұлар Зеренің зертханасынан қашып шыққан, бірақ үйлеріне қайта алмаған еркектер.
Зере олардың миын улап, тілдерін кесіп тастаған. Олар ауылға жолай алмайды, бірақ алысқа да кете алмайды. Өйткені оларға үнемі арнайы дәрі керек. Онсыз олар өледі. Жабайылардың басшысы маған жақындап, қолыма бір затты ұсынды. Бұл кішкентай темір медальон еді. Ішінде кішкентай қыздың суреті бар. Мен медальонды таныдым. Бұл кешемен заттар зиратынан көрген полиция куәлігіндегі Дәулеттің қызының суреті болуы мүмкін. Демек, мына жабайы адам сол лейтенант Дәулет пе? Ол маған қарап қолымен солтүстік жақты нұсқады. Ол жақта таудың артынан таң шапағы көрініп тұр еді. Және алыстан шекара бағанасының сұлбасы байқалды. Олар бізге жол көрсетіп тұр, деді Айгерім. Шекара заставасы сол жақта. Біз жабайлармен қоштасып, олар бізге өздерінің қалған азғантай кепкен еттерін берді. Солтүстікке қарай бет алдық. Шекара заставасы, өлі үміт. Таң атты. Алтын күннің сәулесі таубастарын жарықтандырды. Біздің алдымыздан тікенек сымдар мен бақылау мұнарасы көрінді. Қазақстанның мемлекеттік туы желбіреп тұр. Құтылдық, деп айқайлады мен. Айгерім қара. Шекарашылар. Біз соңғы күшімізді жинап заставаға қарай жүгірдік. Көмектесіңдер. Адам бар ма? Деп айқайлады мен. Бірақ ешкім жауап бермеді. Мұнара бос еді. Қақпа ашық тұр. Ауланың іші тыныш. Техникалар орнында тұр, бірақ адам жоқ. Мен казармаға кірдім. Төсектер жиналмаған, үстел үстінде жартылай ішілген шай кеселері тұр. Бәрі адамдар жаңа ғана шығып кеткендей әсер қалдырады. Олар қайда? Деді Айгерім қорқып. Шекарашылар орнын тастап кете алмайды ғой. Мен байланыс бөлмесіне жүгірдім. Рация істеп тұр екен. Маяк. Мен азаматтық тұлғамын. Төтенше жағдай. Бізге көмек керек. Деп айқайлады микрофонға. Рациядан тек сырлы естілді. Сосын кенеттен біреу жауап берді. Застава тыңдап тұр. Кім бұл? Дауыс өте таныс еді. Суық, қарлыққан дауыс. Менің төбе құйғам шымырлап кетті. Бұл диспетчер емес еді. Бұл Зере әжейдің дауысы еді. Арман, мен сенің сол жаққа баратыныңды білгем, деді рациядан Зере. Сен немене, мен шекараны бақыламайды деп ойладың ба? Менің ұлдарым сол жақта. Олар сені күтіп отыр. Сол сәтте казарманың есігі жабылды. Терезелерден темір перделер, жалюзи түсті. Біз қақпанға түстік. Заставаның артқы бөлмесінен ауыр етіктің дыбыстары естіле бастады. Есік ашылды. Бөлмеге әскери форма киген, қаруланған 3 адам кірді. Бірақ олардың түрлері, олардың көздері бос еді. Беттерінде ешқандай мимика жоқ. Роботтар сияқты. Олардың мойындарында кішкентай электронды құрылғылар жыпылықтап тұрды. Олар жоғалған шекарашылар еді. Бірақ олар енді отанға қызмет етпейді. Олар Зереге қызмет етеді. Олар зомби сарбаздар. Ортадағы сарбаз, капитан шені бар, маған қарап автоматын кезенді. Объект анықталды. Жоюға рұқсат, деді ол механикалық дауыспен. Менің қолымда тек пышақ қана бар. Ал қарсымда 3 автоматты зомби. Айгерім менің артыма тығылды. Арман, терезе, деді ол сыбырлап. Байланыс бөлмесінің кішкентай желдеткіш терезесі ғана ашық тұр еді. Бірақ ол өте биікте, байланыс бөлмесіндегі ауа қорғасынға айналғандай ауырлады. 3 зомби сарбаз бізге жақындап келеді. Капитанның саусағы шүріппеде. Ол қазір оқ атады. Біздің өміріміз санаулы секундтарға ғана тәуелді еді. Жата қал, деп айқайладым мен Айгерімге. Мен қолымдағы жалғыз қаруды, бөлменің бұрышында тұрған ауыр өрт сөндіргішті, огнетушитель, жұлып алдым да қақпағын ашып сарбаздың. Бөлмені аппақ көбік пен тұман басып қалды. Сарбаздар абдырап жөтеліп көздерін сипалай бастады. Олар робот болса да, физикалық инстинкттері қалған еді. Тез. Терезеге. Мен Айгерімді көтеріп, желдеткіш терезесіне шығардым. Ол сыртқа сусып түсті. Артынан мен секірдім. Артымыздан оқ атылды. Қабырғаның сылағы бұрқ етті.
Біз заставаның ауласына түстік. Далада таң атып жарық болып қалған. Бірақ тыныштық жоқ. Ауыл жақтан мотордың гүрілі естілді. Шлагбаумды соғып аулаға 2 УАЗ көлігі кіріп келді. Көліктен Зере әжей және оның 5 қарулы көмекшісі түсті. Зеренің қолында сол баяғы шолақ мылтық. Ол патшайым сияқты басын тік ұстап тұрды. Сендер тым алысқа кеттіңдер, деді ол. Дауысы заставаның плацында жаңғырып тұрды. Менің ұлдарым сендерді бәрібір ұстайды. Біз қоршауда қалдық. Алдымызда Зеренің әйелдер армиясы. Артымызда казармадан шығып келе жатқан зомби сарбаздар. Қақпан жабылды. Мен Айгерімнің қолынан қыстым. Оның алақаны мұздай. Арман, мен тірідей берілмеймін. Ол мені қайтадан зертханаға тығады. Берілмейміз, дедім мен жан-жағыма қарап. Көзім қару-жарақ бөлмесінің оружейная жанындағы өрт сөндіру қалғанына түсті. Онда қызыл түсті сигналдық тапанша ракетница ілулі тұр екен. Мен Айгерімді итеріп жіберіп қалғанға жүгірдім. Ұстаңдар оны, деп айқайлады Зере. Оқтар зуылдады. Мен жерге домалап сигналдық тапаншаны жұлып алдым. Оны аспанға көтердім де шүріппені бастым. Гүрс! Аспанға қып-қызыл от шашып ракета ұшты. Ол таңғы аспанда анық көрініп алысқа белгі берді. Бұл біздің соңғы үмітіміз еді. Мүмкін маңайдағы басқа шекарашылар немесе тікұшақтар байқар. Зере аспанға қарап күлді. Ақымақ! Бұл аймақта менен басқа ешкім жоқ. Сен тек өзіңнің өліміңді тездеттің. Қыздар, өлтіріңдер оны. Айгерімді тірідей алыңдар. Сол сәтте орман жақтан заставаның қоршауының сыртынан адам шошырлық айқай естілді. Бұл қасқырдың ұлуы емес еді. Бұл кетке шөлдеген адамдардың ұраны еді. Қоршаудың үстінен жабайы адамдар секіріп түсе бастады. Олардың қолдарында таяқ, тас, арматура бар. Ең алдында Дәулет полиция лейтенанты жүгіріп келеді. Оның қолында үлкен темір шынжыр. Адамдар, шабуыл, деп айқайлады ол. Оның тілі жоқ болса да, қорқынышты ырлы бұйрық сияқты естілді. Нағыз қырғын басталды. Жабайылар Зеренің бұрынғы құрбандары мен зомби сарбаздар және Зеренің әйелдері арасындағы шайқас. Дәулет зомби капитанға қарсы шықты. Капитан оған оқ атты, бірақ Дәулет ауырсынуды сезбейтіндей оққа қарамай ұмтылды. Ол капитанды құлатып, мойнындағы электронды чипті жұлып алды. Чипі жұлынған капитан бірден есінен танып құлады. Дәулет басқаларға да соны істеуді ымдады. Жабайылар сарбаздарды өлтірмей, олардың мойнындағы құрылғыларды сындыруға тырысты. Зере дүрбелеңді көріп көлігіне қарай қашты. Сатқындар, малғындар, деп айқайлады ол. Мен оның жолын кестім. Тоқта, Зере. Ойым бітті. Зере маған мылтығын кезенді. Сен менің әлемімді бұздың. Мен әйелдерге жұмақ сыйлағым келді. Соғыссыз, зорлықсыз әлем. Тарс. Зере шүріппені басты. Бірақ оқ атылмады. Осечка. Құдай біз жақта еді. Мен оған ұмтылып, мылтығын тартып алдым да жерге жықтым. Осы кезде аспаннан вертолеттің гүрілі естілді. Менің атқан қызыл ракетамды көрші сектордағы шекарашылар байқапты. Алып әскери Ми-17 тікұшағы заставаның үстіне келіп шаңдатты. Дауыс зорайтқыштан бұйрық естілді. Қаруды тастаңдар. Бәрің жерге жатыңдар. Бұл ұлттық қауіпсіздік комитеті. Спецназ арқанмен түсіп алаңды бақылауға алды. Зеренің әйелдері қарсыласқан жоқ, олар қорқып тізерлеп отырды. Жабайылар орманға қарай қашпақшы болды, бірақ Дәулет оларды тоқтатты. Ол тізерлеп отырып қолын көтерді. Ол өзінің кім екенін, өзінің офицер екенін дәлелдегісі келгендей еді. Эпилог 3 айдан кейін. Алматы қаласы. Телестудия. Экранда менің қарағайлы асу. Үнсіздік құрсауында атты деректі фильмім жүріп жатты. Кадрда Зеренің зертханасы, каубалар, зомби сарбаздар, Айгерімнің сұхбаты. Бұл фильм бомба болды. Бүкіл Қазақстан, тіпті әлем баспасөзі осы оқиғаны шулады. Зере әжей және оның сыбайластары тұтқындалды.
Ол тергеу кезінде өзінің кінәсін мойындамады. Мен ғылым үшін жасадым деп мәлімдеді. Сот оны өмір бойына психиатриялық ауруханаға жабуға үкім шығарды. Ауылдағы әйелдер психологиялық оңалту орталықтарына жіберілді. Олардың көбі гипноз бен есірткінің әсерінен әлі күнге дейін айыға алмай жүр. Ал жабайлар, олардың тағдыры қиын болды. Көбісінің денсаулығы қалпына келмеді. Бірақ Дәулеттің отбасы оны тапты. Қызы әкесінің түрі өзгерсе де, оны таныды. Дәулет қазір ауруханада, дәрігерлер оның тілін және сырт келбетін қалпына келтіруге тырысып жатыр. Мен студиядан шықтым. Далада мені Айгерім күтіп тұр еді. Ол қазір мүлде басқа адам. Қаладағы колледжде оқиды, шашын сәндеп қиған, заманауи киінген. Бірақ оның көзіндегі сол бір терең мұң әлі кетпеген. Арман, деді ол маған күлімсіреп. Біз жеңдік пе? Мен оның қолынан ұстадым. Біз тірі қалдық, Айгерім, бұл ең үлкен жеңіс. Бірақ мен бір нәрсені айтпадым. Зеренің үйін тінту кезінде тергеушілер оның сейфінен дәптер тапқан. Ондағы жазбалардың соңғы бетінде тәжірибе 2. Локация – Арал теңізінің маңындағы арал. Статус – белсенді деп жазылған екен. Демек, қарағайлы асу жалғыз емес пе? Бұл сұрақ мені түнде ұйықтатпайды. Мүмкін менің келесі сапарым аралға болар. Соңы